Елімізде егістікке жарамды 16 миллион гектардан артық алқап игерілмей жатыр. Ал жайылымдық жерлердің тек 40% ғана мақсатты пайдаланылуда. Бұл жайында ел президенті теріскейге жасаған сапар аясында хабарлады. Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарын аралаған Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен орақ науқанын бақылады. Ірі өндіріс ошақтарын аралады. Артынша ауыл және агроөнеркәсіп кешенін дамыту жайы сөз болған жиынға қатысты. Белгілі шаруа Геннадий Зенченконың айтуынша, бүгінде жас мамандардың саны бар, сапасы жоқ. Жоғары немесе орта арнаулы оқу орындарын бітірген түлектер заманауи техниканы меңгермеген. Себебі білім ошақтарындағы техника паркі әбден ескіріп қалған. Ал Қазақ агротехникалық университеті ректорының пайымынша, топырақтың құнарлығы нашарлап кеткен. 80-90% исследованных площадей. Егістік алқаптардың 80-90%-ында азот пен фосфордың құрамы өте төмен. Осының салдарынан шаруалар егінде әр гектардан шамамен 5 центнерге кем алады. Топырақты құнарлату үшін тыңайтқыштарды көп пайдалану керек. Жерді қолданудың қатаң тәртібі болу керек. Қазақстанда 1 гектар жерге тыңайтқыштың 5-ақ келісі себіледі. Бүгінде ел аумағында тыңайтқыштарды өндіретін 12 зауыт бар, алайда олар отандық нарықтың тек 40%-ын ғана қамтып отыр. Осыны айтқан мемлекет басшысы минералды тыңайтқыштар бағытын күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ бос жатқан жерлердің мәселесі де сөз болды. Частично проведена инвентаризация. Еліміздегі жер қорын түгендеудің нәтижесінде 6,5 миллион гектар алқаптың игерілмей бос жатқаны белгілі болды. Бұдан бөлек прокуратура жүргізген тексеріске сәйкес шаруашылықтарға тиесілі 37 мың жер учаскесі 5 жылдан бері кәдеге жаратылмай жатыр. Оның жалпы кадастрлық құны 702 миллиард теңгеден асады. Жерді тәркілеу жүйесін жетілдіру қажет. Ол үшін заңды өзгерту керек.